Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен мен Айбаршын. Бүгін ванильді капкейкті жасалу жолын сіздерге үйрететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай, әрі тез жасалатын ванильді капкейкті бірге жасайық. Ең алдымен осындай сары майымызды ерітіп аламыз. 2 жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді салып, жақсылап 2-3 минуттай ағарғанша, қанты ерігенше осылайынан көпіріп ағарғанша миксерлейтін боламыз. Осының үстіне жылы сүтімізді, ертілген сары майымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Осының үстінен илектен өткізілген ұнымызды, разрыхителімізді қосып, тағы да 1-2 минуттай жақсылап масса болғанша, осылайынан қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Мінеке жан-жағын бәрін жинап алдым. Енді осындай масса дайын. Енді осындай капсулаларға жартысына жеткізбей құятын боламыз. Барлығына құйып шығамыз. Осы рецептен 16-17 штук капсула шығады. Мінеке 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп алдым. Толығымен осылайынан пісіп шығады. Іші толығымен піседі. Таяқшамен тексеріп көресіздер. Енді крем дайындаймыз. Крем чиздің үстінен сахарный пудрамызды жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше сахарный пудрасы. Енді осының үстінен салқын сливки 33%-тік салқын сливкимізді салып, тағы да 4-5 минут тоқтатпай жай скоростан қатты скоростқа дейін осылайынан миксерлеп аламыз. Міне қою болады, дайын. Енді менде насадка 333 насадка, осылайынан ванильді капкейктің үстінен құйып шығатын боламыз. Барлығына құйып шықтым. Үстіне әртүрлі клубникамен, шоколадпен әрлесеңіздер болады. Мен осындай апельсинмен, кивимен әрлеп шықтым барлығын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәмі керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.